Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біздің каналымызда қазақ тілі 2 сыныптың 318 сабағы сын есім тақырыбын өтетін боламыз. 59 жаттығу. Мәтінді көшіріп жаз. Ертіс үлкен өзен. Оның бойына сәулетті қалалар салынған. Ертіс жағасының құнарлы топырағы мол өнім береді. Балалар, мәтінді әдемілеп, дәптерлерімізге көшіріп жазып аламыз. Енді балалар, төмендегі тапсырмаға назар аударыңдар. Мәтіндегі сын есімдерді тап. Олардың қай сөзбен байланысып тұрғанын айт дейді. Ертіс үлкен өзен. Қандай өзен? Үлкен өзен. Яғни бұл жерде үлкен сөзі сын есім болып тұр. Сәулетті қалалар. Қандай қалалар? Сәулетті қалалар. Демек, бұл жерде сәулетті деген сөз бізде сын есім болып тұр. Құнарлы топырағы. Қандай топырағы? Құнарлы топырағы. Бұл жерде құнарлы сөзі сын есім болып тұр. Үлкен сөзі бұл жерде өзен сөзімен байланысқан. Сәулетті сөзі қалалар сөзімен байланысқан. Құнарлы сөзі топырағы сөзімен байланысқан екен. Келесі 60 жаттығу. Сызба бойынша бір зат есімге қатысты бірнеше сын есім тауып айт. Бұл жерде балалар бізде төменге назар аударсаңдар, бізге үлгі беріпті. Тақтай деген сөзге. Тақтай қандай? Жалпақ. Тақтай қандай? Қалың. Тақтай қандай? Тегіс. Яғни тақтай сөзі зат есім болса, бізге жалпақ, қалың, тегіс деп сын есімдерді белгілеген екен. Ал енді әрі қарай дала мен көл сөздеріне сын есімдерді тауып жазып көрейік. Байтақ дала, жазық дала, кең дала. Үлкен көл, сазды көл, тұщы көл. Мінеки балалар, осылай жазсақ болады. Келесі балалар 61 жаттығу. Жұмбақты оқып, шешуін тап. Түрі шар сияқты, түсі қып-қызыл, дәмі бал сияқты. Балалар, бұл жұмбақтың шешуі шие. Сын есімді тап дейді. Балалар, бұл жерде сын есім қып-қызыл, яғни түсін білдіріп тұр. Қандай деген сұраққа жауап береді. Келесі балалар 62 жаттығу. Шиені сипаттап, мәтін құрастырып жаз. Яғни балалар, бұл жерде біз шиенің дәмін, түсін, түрін, пайдасын сипаттап жазуымыз керек екен. Шие кішкентай дөңгелек пішінді жеміс. Оның түсі қызыл немесе қою қызыл. Дәмі тәтті не қышқылтым. Ол денсаулыққа пайдалы. Ағзаны дәрумендермен байытады, қан құрамын жақсартады. Келесі 63 жаттығу. Мақалдарды жатқа жаз, мағынасын түсіндір. Мәуелі ағашқа тас атпа. Берекелі елден мереке кетпес. Балалар, әуелі мақалдарды бірнеше рет қайталап, есімізге сақтап алып, дәптерімізге әдемілеп, қатесіз жатқа жазамыз. Бірінші мақалға балалар назар аударыңдар. Мәуелі ағашқа тас атпа дейді. Мәуелі ағаш деп біз жеміс беріп тұрған ағашты айтамыз. Яғни, жақсы адамға жамандық жасама деген мағынаны білдіріп тұр. Ал енді балалар, екінші мақал. Берекелі елден мереке кетпес дейді. Берекелі ел деп біз балалар бірлігі мен ынтымағы жарасқан елді айтамыз. Демек, бірлік пен ынтымақ бар жерде қуаныш пен табыс көп болады деген мағынаны білдіріп тұр. Енді балалар, төмендегі тапсырма сын есімдердің астын сыз дейді. Сын есімге бұл жерде мәуелі ағаш дейді. Қандай ағаш? Мәуелі ағаш. Демек, мәуелі сөзі бұл жерде сын есім болып тұр. Берекелі елден. Қандай елден? Берекелі елден. Берекелі сөзі қандай деген сұраққа жауап береді. Демек, бұл сын есімге жатады. Осымен балалар, сабақ аяқталды. Соңына дейін назар салып тыңдағандарыңа рахмет. Сабағын ұнаса лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңдар. Келесі кездескенше.